Қайырлы күн қымбатты пайдаларына каналының көрермендері, бүгін сіздермен таңғажайып салат рецептісімен бөліскім келіп тұр. Дәмі ерекше таңғажайып салатты ең алғаш биылғы Рамазан айында құрбымның үйінен дәмін татып көрдім. Қонақтардың барлығының көңілінен шыққан ерекше салат. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Ең алдымен қызанағымызды жақсылап жуып аламыз, және де ортасындағы артық заттардан тазартып, видеодағыдай жіңішкелеп турап аламыз. Келесі кезекте алтын түсте сары алманы жақсылап жуып, артық заттардан тазартамыз, және де өте жіңішке бөліктерге бөліп, ұзыншақ етіп турап аламыз. Алманың екі шет жақтарын алып тастаймыз, және де мейлінше жіңішке етіп турағанымыз абзал. Салаттың толық құрамының мөлшерін осы видеоның астында жазып қалдырамын. Келесі кезекте жақсылап жуып тазаланған және де пеште кептірілген грек жаңғағын ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Енді салатымыздың негізгі бөлігі жасыл шөптерді жақсылап жуып, қағаз сүлгіге кептіріп, бөліктерге бөліп аламыз. Және де тағы бір ескеретін жайт, осы жасыл шөптерді бөліктерге бөлген кезде ортасындағы қатты жерлерін алып тастаймыз. Енді кезекпен кезек салатымызды тарелкаға салып құрастырамыз. Ең бірінші астыңғы қабаты жасыл шөптерімізді мейлінше биіктеу етіп қоямыз, және де оның үстінен туралған қызанақтарымызды орналастырамыз. Салатымыздың үшінші қабаты грек жаңғағын молырақ етіп сеуіп шығамыз. Келесі кезекте анар жемісінің 1/4 бөлігін жақсылап тазартып, салаттың үстінен себеміз. Келесі кезекте брынза сүзбелі ірімшігін қолымызбен ұсатып, салаттың үстінен сеуіп шығамыз. Мен Эмир фирмасының 3 бұрышты көлемдегі сүзбелі ірімшігін қолданамын. Енді салатымыздың ең маңызды сәті, яғни оның соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге зәйтүн майы, бал, гранат дәміндегі бальзам соусы, немесе егерде қышқылды жақсы көретін болсаңыздар, тек таза күйіндегі гранат соусын қолдануға болады, және де лимон жемісінің суы қажет болады. Бұл қоспалардың мөлшерін осы видеоның астында жазып қалдырамын. Барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған соусымызды салатымыздың үстінен молырақтау етіп құйып шығамыз, және де үстінен биіктеу етіп туралған алмамызды орналастырып, тағы да қалған соусымызбен үстінен құямыз. Осымен біздің атына заты сай, дастарханыңыздың сәні болатын, және де келген қонақтардың сүйікті салатына айналатын ажарлым салаты дайын. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет, достар.